Драцена гүліне пересадка жасаймыз. Тамыры аппақ жақсы. Өзімен бірге бұрынғы магазиндік топырағын толықтай тазалап аламыз. Ол топырақтың бізге пайдасы жоқ. Әрі қарай гүлдің әрі қарай өсуіне кері әсерін береді. Сондықтан толықтай тазалап алып тастаймыз. Тамырын да толықтай тазалап аламыз. Бұрынғы топырағынан драцена гүлі суды көп қиғанды ұнатпайды. Жапырағына күнделікті су шашып тұрамыз, әйтпесе жапырағының ұшы сарғайып кетеді. Мен универсальный топыраққа для пальмы деген топырақтан кішкене араластырып, перлит, вермикулит араластырып ектім. Осылай етіп ектім. Жарық жерге орналастырып, суды топырағы толық құрғағанда құямыз. Ал мынау драценаның варигатный түрі, яғни ала жапырақтысы. Бұны да өзімен бірге келген магазиндік топырағын, ол уақытша топырақ, транспортировочный топырақ болғандықтан топырағын толықтай ауыстырып аламыз. Тамырын толықтай тазалаймыз. Бұған да қатты үлкен емес, кішірек горшок таңдаймыз. Драцена гүлінің тамыры астында орналасқандықтан дренаж салудың қатты қажет емес. Үлкен горшок болса, горшогыңыз үлкен болса, тесігі кішкентай болса, онда дренаж міндетті түрде салыну керек. Ал менде горшогымның тесіктері үлкен болғандықтан дренаж салынбады. Горшок және өзіне шағын ғана болғандықтан осындай етіп таңдап алдым. Болды. Бүгін суғармаймыз. Енді 2-3 күн өткеннен кейін суғарып қоямын. Жапырақтарына су шашып, антистресс эпин немесе циркон немесе любой антистресс